Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңдер облыстық вебинарға. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандырылған мектеп-интернаттың тәрбиешісімін, Дасат Гүлшат Жамбылқызы. Бүгін вебинардың тақырыбы ата-анамен жұмысты ұйымдастырудың тиімді жолдары. Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде оларға жасайтын имандылық пен сауаттылық қасиеттерді сіңірсек, тәлім-тәрбие берсек, сонда ғана рухы дамыған, отанын гүлдеуіне өз үлесі қоса алатын азамат өсіре аламыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ата-анамен ұйымдастырудың тиімді жолдарының мақсаты тақырыптың мақсаты әртүрлі іс-шаралар арқылы мектептің байланысын күшейте отырып, қоғамның байлығы саналы ұрпақты тәрбиелеу. Ата-аналармен жұмыс. Жанұя қорғаным, ата-ана тірегім демекші, барлық қоғам біткеннің ең арғысы және бірден бір табиғысы отбасы деп материалист философ Жан-Жак Руссо айтқандай, қоғам да мемлекет те үйден, отбасынан басталады. Осыған байланысты мектебімізде баланы өмірге бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың орны бөлек. Сынып жетекшінің тәрбие жұмысындағы бір бағыты ата-аналармен жұмыс жүргізуде ұйымдастыру болып табылады. Сынып жетекші ата-аналармен жұмысты ең алдымен жиналыстан бастайды. Ата-аналар жиналысының бірінші отырысында осы мәселеге қатысты өзінің ұстанымы мен педагогикалық көзқарасын баяндайды. Оның мақсаты мен міндеттерін, соған орай өзінің әрекет ету бағдарламасы мен тәсілін, тәрбие жоспарымен, ата-аналармен жүргізілетін жұмыстармен таныстырады. Ата-аналармен бірлесіп, оны жүзеге асыру жолдарын қарастырады. Мектеп тәжірибесінде сынып жетекші ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстырудың әртүрлі формаларын қолданады. Ата-аналардың оқу-тәрбие үрдісін, мазмұны және әдістемесін педагогикалық ұстанымдармен таныстырады. Өзінің болашақта жүргізетін жұмыстарының бағдарламасымен, мақсат-міндеттермен және тәрбие жұмысының жоспарымен ата-аналар комитетінің жоспарлы атқаратын жұмыстарын, кезекті мәселелерді бірігіп талқылайды. Ата-аналармен педагогикалық, психологиялық ағарту жұмысын ұйымдастыруды келесі әрекеттер арқылы іске асырады. Тәрбиенің жекелеген мәселелері бойынша ата-аналарға арналған мектептік, сыныптық конференциялар ұйымдастыру. Қызығушылық негізінде ата-аналарға сауалнамалар мен анкеталарға сұрақтар беру. Сыныптық ағарту жұмыстары тәрбие міндеттеріне байланысты оқушылар мен сынып ұжымына жүйелі зерттеулер жүргізу. Психологиялық, педагогикалық, медициналық заң туралы кеңестер беру. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары. Даралық педагогикалық лекция, ашық есік күндері, топтыққа кіреді сұрақ-жауап кеші, жалпы ата-аналар жиналысы. Бұқаралық дөңгелек үстел, жиналыс диспут, топ ата-аналар жиналысы. Тәрбиешілердің ата-аналармен жүргізілетін жұмыс барысында берілетін кеңес. Балаға жан және дене өзгерістерін байланыстыратын табуға көмектесу. Барлық ескертулерді шын пейілмен үсірт бағаламай, айдар тақпай жай түсіндіру. Балалардың бойында салауатты өмір салтын, дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Салауатты өмір салты мәдениетіне тәрбиелеу, денсаулықты маңыздылығын құндылық ретінде түсіндіру, дене тұрғысынан жетілдіру, ертеңгілік жаттығу, күн тәртібін сақтау, таза ауада болып, қимылын, қозғалысын, ойындарын ойнату. Мектеп-интернаттың ата-аналармен жүргізілетін жұмысы. Отбасы арасындағы ынтымақтастық, өзара көмек пен қолдану, бір-біріне шыдамдылық көрсету, әрекет бірлігін тұрақтылығы, өзара сенім мен құрмет. Ата-аналар жиналысы бұл бала тәрбиесі туралы терең жан-жақты қарастыру және оны бекіту. Жиналыстың негізгі мақсаты отбасылық тәрбиелеудің тәжірибесімен бөлісу. Ата-аналар жиналысында өте мұқият дайындық қажет. Мұнда белгілі ғалымдар, психологтар мен педагогтар, әлеуметтік педагог, дәрігер тағы басқа міндетті түрде қатыса алады. Мұндай жиналыстарға ата-аналар белсенді түрде қатысулары қажет. Олар
өз іс тәжірибелері тұрғысынан мәселеге талдау жасайды. Жиналыстың ерекшелігі белгілі бір мәселенің жай жапсарын шешуді нақты жолдарын қарастырылады. Жиналыстың өзекті тақырыбы, мысалы, бала денсаулығын қамқорлық атты жиналысты ұйымдастырып, дәрігерлерді шақыруға болады. Жиналыста мектеп оқушыларын, қызметкерлерін, отбасы мүшелерін бірлескен концертмен аяқтауға болады. Ашық сабақтар ата-аналарды бағдарлама бойынша қол жеткен жетістіктермен таныстыру, тәрбиешінің талаптарына ден қоюға бағыт беру. Мұндай сабақтарға ата-аналардың қатысуы мектептегі оқу тәрбие жұмыстары туралы ата-аналардың педагогикалық сауаттылығы арттырады. Баламен қарым-қатынас жасаудың жолдарын үйренеді. Жеке тақырыптық кеңестер бұл ата-аналармен өзін баласы жайында, мектеп-интернат тыныс-тіршілігі туралы ақпараттармен қамтамасыз етуде, пікір алысуда маңызды. Жеке кеңестердің тәрбиешінің отбасын тығыз байланыс орнықтыруының маңызы зор. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстардағы интернат тәрбиешісінің атқаратын негізгі міндеттері. Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату. Ондағы мақсат отбасының, оның мүшелерінің өзара қарым-қатынасы, мәдениет деңгейін, отбасын жеке басқа ықпалын, ата-ананың педагогикалық білім дәрежесін, жай-күйін анықтап, кеңес беріп, оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздейді. Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарын бірлігін қамтамасыз ету. Ондағы мақсат өмір сүріп отырған қоғамға сай белгілі бір мінез құлық нормаларын балаға үйрету. Жаттықтырудың жүйелігін, тұрақтылығын қамтамасыз ету. Сол сыныптағы дәріс беретін мұғалімдердің ата-аналармен ортақ іске ұйымдастыру. Ата-аналардың ұжымын құру. Бұл күрделі әрі жауапкершілігі мол маңызды міндет. Бұл бағытта ата-аналар комитетін құру, оның жұмыс жоспарын жасау, оларды мектептегі қоғамдық жұмысқа қатыстыру, атқарылатын істерге талдау жасап отыру, тағы басқа жұмыстары міндеттейді. Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетті үнемі арттырып отыру. Ол үшін ата-аналардың педагогикалық білім алуға деген жағдайын ұйымдастыру. Бұл бағытта баспасөз беттерінде, радио, көгілдір экран арқылы педагогикалық білімдерін жетілдіру университетінде, дәрістерде, семинарларда, ғылыми тәжірибе конференцияларда, ата-аналар жиналыстарында педагогикалық білімдерді насихаттау. Ата-аналар жиналысы. Ата-аналар жиналысы мектеп бойынша жылына 2 рет, сыныптарда бойынша 4 рет өткізіледі. Жиналысты дұрыс ұйымдастырып өткізуге ата-аналар комитеті мен ата-аналар белсенділері және мектеп басшылары, сынып жетекшілерімен бірдей жауап береді. Ата-аналар жиналыстарында оқу тәрбие жұмысы қаралады, оның сапасын жақсартудың негізгі мәселелері белгіленеді. Кейбір ата-аналар отбасылық тәрбие жайлы есеп береді. Жиналыстарда сынып жетекшілер ата-аналарды сынып ұжымның оқу тәрбие жоспарымен, ал мектеп басшылары оқушылармен ата-аналардың комитетінің іс жоспарымен таныстырады. Мектеп өмірінде тақырыптық ата-аналар жиналыстарын өткізіп отырудың зор тәрбиелік мәні бар. Мұндай жиналыстардың мақсаты ата-аналардың психологиялық, педагогикалық білім мен тәжірибе жаңалықтарымен таныстыру, ой қорыту. Былтыр біздің мектепте 5-ші сынып оқушылардың ата-аналардың жиналысында ата-аналардың психологиялық сауалнама алдық. Өйткені бұл оқушылар жаңадан келді, 5-ші сыныптың ата-аналары жаңа ата-аналар, сондықтан әртүрлі осындай сауалнамалар өткізілді. Ата-ана міндетті дұрыс орындай ма, осындай сұрақтар кездесті. Ата-ана баласын қаншалықты жақсы біледі, ата-ана баланың қажеттілігін біле ме? Жалпы біздің мектепте тәрбие жұмысы жүйесі бірнеше топқа бөлінеді. Ол кешенді тәрбие жұмысының жүйесі, кешенді диагностика, психологиялық педагогикалық консилиум және білім беру мен дамудың міндеттерін іске асыру стратегиясы. Осы 3 бағыт бойынша ата-аналармен тығыз байланыста болады. Мектебімізде тәрбие жұмыс жүйесі қазіргі таңда атқаратын жобалық жұмыс негізінде құрылған.
мектебіміз ата-аналардың қауымдастығымен жұмыс 10 жылға қойылған. Мектепте 100 кітап, 100 ән жобасы және сыныптар бойынша ата-аналардың қатысуымен Cooking Club, ұлттық қолөнер, туған елге тағзым, экодарын, мамандықтың бәрі жақсы және Алтынсарин көмекшілер жобалар жүзеге асырылуда. Бұл жобалардың барлығы оқушылар бойында дарытып, тұлға болып қалыптасуына мен мектептің қоштастар сәтте үлкен өмірге кірпіш болып қалауына өзінің септігімен тигізетін сөзсіз. 100 кітап жобасы аясында мектептің екінші қабатында буккроссинг бұрышында және QR кодпен кітаптар бейнесіндегі стендтер ілінген. Оқушылар ұсынылған QR код кітаптар арқылы аудио және текстік нұсқалар арқылы шығармалармен таныса алады. Және мектепшілік 100 ән жобасы, бұнда міндетті түрде ата-аналар қатысады. Енді барлық жобалар жыл сайын 5-ші сынып, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10, 11-ші сыныптар осы жобамен жұмыс ата-аналармен тығыз жасайды. Ендеше қазір әр жобаға бөлек тоқталсақ, бұл жоба 5-ші сыныпта өтілді. Биылда біз оны жалғастырып жатырмыз. 5-ші сынып Cooking Club жобасы бойынша аталармен жұмыс. Бұл жобасын мақсаты оқушыларды әртүрлі тағамдарды дайындауға үйрету, аспаздық өнерді және дұрыс тамақтану негіздерін насихаттау. Жоба жұмысы өзектілігінің бірі бала мектеп, ата-ана қарым-қатынасын нығайту болып табылады. Бұл жерде ата-аналар балалармен және тығыз байланыста болады. Былтыр 5-ші сынып Cooking Club жобасын өткізгенде ата-аналар мектепке келіп, балаларға жасаған тағамдарды көрсетіп, үйретіп, мастер-класс көрсетіп, қызықты және пайдалы кеңестерді береді. Келесі жоба бұл 6-шы сыныпта ұлттық қол өнері жобасы. Мақсаты оқушыларды ата-аналар көмегімен шығармашылық жұмыстарды тарту арқылы танымдылық қабілеттерін арттыру. Бұл жерде қыздармен ата-ана ретінде әже келіп, қыздармен құрақ құрау, қоржын бұйымдарды жасап жатыр. Бұл жерде қыздар көрпе жасау және қоржын жасауға үйренеді. Екінші суретте көріп жатырсыздар. Мұнда ата-ана ретінде папасы, ұлдар, ата-ана ретінде папасы, біреудің әкесі және еңбек пән мұғалімі балаларға қамшы ойрау технологиясын көрсетіп, жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді келесі бізде жоба 7-ші сынып туған елге тағзым. Бұл жобаның мақсаты туған өлкені танып білуге, оқушылардың бойында туған елдің ерекшелігі мен оның қыр-сырын білуге, оқушы бойында патриоттық сезімдер артуға байланысты. Туған елге тағзым балаларға арнайы жоспар бойынша киелі жерге, туған жерге барып саяхат жасап, бейнеролик ұсынуға да болады. Туған елге тағзым жобасының аясында ата-аналардың бастауымен оқушылар, мына суретте көріп жатсыздар, Александр Сергеевич Пушкин балаларға арналған кітапханасы ұйымдастырылған ұлттық экспозицияны тамашалап, өз өлкемізді тарихымен танысты. Қазір қашықтан болғандықтан 7-ші сынып оқушылар бейнеролик туған жерін, киелі жерге барып, саяхат жасап, бейне баянды ұсындырады. Келесі біздің жобамыз 8-ші сынып оқушылардың жобасы, бұл экодарын қоршаған ортаға қамқор болу жобасын жүзеге асыруда. Оқушылар жоба аясында қала тұрғындарын, табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану жолдарын іздестіруге арналған челлендж табиғатты қорғау акцияларға қатысады. Бұл фотода 8-ші сынып оқушылар бізде мектепте арнайы гидропоника кабинетте ас көк және көктемде аулаға сыртына егетін гүлдердің тұқымдарын егуде.
Содан кейін оның егіп болғаннан кейін балалар оны зерттеп аулаға отырғызады. Келесі біздің жобамыз 9 сыныпта жоба мамандықтың бәрі жақсы кәсіптік бағдар жобасының аясында мектеп оқушылар, ата-аналар ішінен өрт сөндіруші мамандықтың иелерін шақырылады. Мына жерде көріп жатсыздар. Қонақтарымыз өз ойларын бөлісіп қана қоймай, шеберліктерін де бөлісті. Содан кейін бұл мамандықтың бәрі жақсы болған жобасында 9 сынып оқушылар тұрғын үй құрылысы жинақ банкіне мамандардың кеңесіне білу мақсатына танымдық саяхат жасады. Біздің балалар бұл экскурсия болашақта мамандық таңдауына өте зор үлес қосты. Келесі біздің жобамыз 11 сыныптар, ол Ыбырай Алтынсарин көмекшілер қамқорлық жобасы аясында оқушылар ата-аналармен бастауымен қаламызда орналасқан адаптация орталықта тұратын отбасыларға көмек көрсетіп келеді. Және қайырымдылық жылы жүректен акциясын ұйымдастыру барысында қаламызда зейнет жасындағы адамдарға қамқорлық жасау мақсатында үй алдарын қардан тазарту жұмыстарын жүргізеді. Ата-аналармен жүргізілетін қалыптасқан дәстүрлі іс-шаралар отбасыны күніне арналған отбасы бақыт мекені 10 күндік іс-шаралар. Бұл ата-аналар отбасының күніне орай отбасы бақыт мекені спорттық жарысқа қатысып номинациялар алады. Және біздің мектепте көңілді асыл пернесі атты музыка кеш ұйымдастырылды. Бұл жерде ата-ана баласымен ән айтып, номинация алып, ата-аналармен бірге қатысады. Әке жауапты лауазым, бізде тәрбие сағаты өтті. Бұл жерде жанұядағы мақсатымыз, жанұядағы әке мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту, ұлттық салт дәстүрімізге байланысты. Әке орнымыздың ерекшелігіне ұғындыру, әкеге деген бала махаббатын ояту. Бұл жерде балалармен әкелері қатысады. Және қатысқаннан кейін әр ата-ана әке номинациямен марапатталады. Біздің мектепте жыл сайын дәстүрлі түрде алғыс айту күні өткізіледі. Жыл бойы мектепте белсенді қатысқан ата-аналар мектеп директорын алғыс хатымен марапатталады. Қазіргі таңда біз қашықтан болғандықтан қазіргі біздің жобаларымыз онлайн түрінде өткізіледі. Бұл жерде көріп жатсыздар, 5 сынып оқушыларын ата-анасымен бірге Cooking Club жобасын видеороликқа түсіреді және фотоға түсіреді. Міне мұнда жасалған тағамдар, бауырсақ, пиццаларын фотоға түсіріп, бейнероликпен бізге жібереді. Сонда біз балалар жасалған жолдарын көреді. Онлайн түрінде біз аталармен, балалармен жұмыс тығыз байланыстамыз. Және міне 6 сынып оқушылар онлайн түрінде ұлттық қолөнер жобасы ғой. Қазіргі таңда онлайн түрінде өткізілген жұмыстары. Міне папалары, әкелері балаларымен құстарға үйшік жасайды. Үйшік жасап, фотоға түсіріп және бейнероликті жасап бізге ұсынады. Қазіргі таңда біздің жиналысымыз қашықта болғандықтан ата-аналар жиналыстарын онлайн түрінде өткізіп жатырмыз. Аталармен тығыз байланыстамыз, хабарласамыз, жиналыстар барлық осы онлайн түрінде өткізіледі.
Мағжан Жұмабаев айтқандай, тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешін дәл өзінде етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару деген екен. Міне бүгінгі вебинар ата анамен ұйымдастыру тиімді жолдары аяқталды. Көп сіздерге рахмет.